оқтаумен жаймайтын осындай коржик істеуді көрсететін боламын. Парақшам пайдалы, жоғалтуым үшін тіркеліп алыңыз. Осындай заттарымызды дайындап аламыз. Жай отта әселімізді ерітетін боламыз. Осылай полный ерігенше араластыра береміз, тоқтатпай. Содамызды салып араластыратын боламыз. Осындай көпіріп, қоңыр түске енгенше араластыра береміз. Асын өшіріп, сливочный масламызды салатын боламыз. Әбден ерітеміз. Жұмыртқамызды шағып аламыз. Шекерімізді салып, шекеріміз ергенше миксерлейтін боламыз. Ұнымызды бөліп салатын боламыз. Ұнымызға разрыделімізді салып араластырып алатын боламыз. Оны бөліп саламыз. Мәңгілік медімізбен содамыз салған немізді салатын боламыз. Араластырамыз. Тақылған ұнымызды салып, масламызды салатын боламыз. Тағы миксерлейтін боламыз. Әдемі миксерлетіп алып, пешкімізді қосып қойып, коржиктерімізді құятын боламыз. Коржиктерімізге мен 2,5 ожау қостым. Солай алып тегістейтін боламыз. Бір келкі қып тегістейміз. Бір келкі қып шет жағына тегізіп, ұрып жіберіңіздер, бірдей қып шығу үшін. Парақшам пайдалы, жоғалтылмау үшін тіркеліп алыңыздар. Описанияда керек заттарымды жазып қойдым. Осылай 5 коржик болып шықты. Шет жағын алып, бетін сәндеуге алып қойдым. Заварной кремнің де рецебі бар. Бұдан да жақсы видеоларды салатын болам. Жоғалтылмау үшін парақшама тіркеліп алыңыздар.